Некенің өзіне келетін болсаңыз, ер адам мен әйел адам некелескен кезде, ана жерде біз жаңағыдай имам некені қиып отыр, сонымен куәлар отыр, сөйтіп әйтеуір бәріміз қуанып, осындай деп сөйтіп шығарып салдық, құттықтап. Алла тағала айтады, ол некеде ең негізгі куә Алланың өзі ғой. Және ол мына жердегі қағазда тіркелген нәрсе ол біз үшін жаңа еске салып тұратын, ол Алланың алдында тіркелді ғой. Алланың құзырында тіркелді деген нәрсені Алла тағала соны білдіру үшін Ниса сүресінде айтады. Ахазна минкум мисақан ғализа. Некелескен кезде әйелдерім сендерден ауыр серт алған дейді. Ауыр серт деген нәрсені 4 күннен алып кеттің ғой. Оны сеніп қылдым дейді мен. Саған бойсынады ол. Бірақ енді оны 4 күннен алып кеткеннен кейін оның қорғаушысы менмін дейді. Егер әділетсіздік жасасаң, ал әділетті болсаң, ол әділетсіздік жасасаң, оны тәрбиелейсің, түсіндіресің, тәлімін бересің. Осындай нәрсе. Соқтан Алла тағала кез келген нәрсені ойламаңдар дейді. Әрбір жаңағы мәмілелер құр жай ғана болады деп. Оның барлығы Алла тағала куә болғаннан кейін үлкен серттер ол.